Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Біздің келесі дәрісіміздің тақырыбы клетканың екі мембраналы органоиды митохондрия. Митохондрияның құрылысы, митохондрияның атқаратын қызметі. Жалпы митохондриялар хондрин, митоз жіп, хондрин түйіршік деген мағынаны білдіреді. Жіпше және түйіршік тәрізді органоид. Ол автотрофты және гетеротрофты организмдердің цитоплазмасында кездеседі. Жалпы екі мембранадан тұрады. Барлық эукариотты организмдердің клеткасында тұрақты түрде болатын органоид. Митохондрияның ашылуына келетін болсақ, ең бірінші митохондрияны 1850 жылы Келликер жәндіктердің бұлшық еттерінен байқады. Және оған саркосома деп термин берген екен. Осы бұлшық еттердегі митохондрияларды әлі күнге дейін осы саркосома деп атап жүр. Альтман 1890 жылы арнаулы бояулар арқылы митохондриялардың анық көрінетінін дәлелдеп, оларды биобластылар деп атаған екен. Ал ғалым Бенде болса 1898 жылы бұл органоидтарға жаңағы митохондрия деп ат берген екен. Митохондрияның пішініне келетін болсақ, митохондриялардың көлемі тұрақты болмайды. Сондықтан да олардың сыртқы пішіні өзгермелі, әр кезде өзгермелі болып келеді. Көп жасушаларда олардың жаңағы қалыңдығы тұрақты, яғни 0,5 микрометр болады, ал ұзындығы тұрақсыз болып келеді. Жаңағы жіпше тәрізді митохондрияларда әсіресе олардың ұзындығы 7-ден 10 микрометрге дейін жетеді екен. Митохондриялардың жаңағы негізгі көлемін жаңағы микроскоппен анықтау қиын. Электронды микроскоппен зерттеген кезде митохондриялардың жұқа 400-500 ангстремнен тұратын кесінділерін тексеру арқылы олардың көлемін дәлелдеу өте қиынға соққан екен. Жалпы митохондриялардың түріне келетін болсақ, санына, митохондриялардың саны жасушаның түріне қалай өзгермелі болып келеді екен. Кейбір балдырлардың жасушаларында және қарапайымдарда бір ғана митохондрия болатын болса, әртүрлі жануарлардың аталық жыныс жасушаларында олардың саны 20-дан 70-ке дейін болады екен. Ал сүтқоректілердің дене жасушаларында 500-ден 1000-ға дейін саны, митохондрияның саны солай болады. Ал мысалы чао-чаос деген алып амебада 500-1000-ға дейін жетеді екен митохондрияның саны. Жануарлар жасушасына қарағанда жасыл өсімдіктерде митохондриялар аз кездеседі. Өйткені бұл өсімдіктердің клеткасында митохондрияның қызметін көбінесе пластидтер атқарады екен. Сондықтан да өсімдіктер клеткасында жануарлар клеткасымен салыстырғанда митохондриялар аз кездеседі саны. Жаңағы митохондрия клеткада қайда орналасады? Орналасуына келетін болсақ, митохондриялар митоз процесінде ұршық жіпшесінің айналасына шоғырланып орналасады. Сонымен қатар клетканың бөлінген кезінде жаңадан пайда болған жас клеткаларға тең болып беріледі. Негізінде митохондриялар жаңағы АТФ керек желдерге, миофибрилдерге тақау орналасады екен. Ал сперматозоидтардың талшықтарында орналасады екен. Олардың өлшемі мен пішініне келетін болсақ, митохондрия негізінен екі мембранамен қапталған және 6-7 нанометр шамасындай қалыңдығы бар, гелоплазмадан бөліп тұратын жаңағы сыртқы мембранасы және митохондрияның жаңағы құрылысына қарай күрделі өсінділер, кристаллар беретін ішкі мембраналардан тұрады. Ішкі және сыртқы мембраналардың арасында олардың 10-20 нанометрден тұратын мембрана аралық кеңістіктері болады екен. Ішкі мембрана митохондриясының ішінде матрикс немесе матрикс болады. Жалпы күрделі өсінділер мен кристаллар құратын мембраналардың
олардың ара қашықтығы 10-20 нанометр шамасындай болады екен. Жалпы митохондрияның құрылысын айта кететін болсақ, тағы да бір толықтырып, митохондрия қос мембранадан тұрады, сыртқы мембранасы және ішкі мембранасы. Ішкі мембрана жаңағы кристаллардан тұрады. Ішкі мембрана кристаллар немесе тарақшалар деп те айтсақ болады оны. Және осы кристаллардың іші сұйықтыққа, матрикске толып тұрады. Рибосомалардан тұрады, әртүрлі гранулалардан тұрады және ДНК-дан тұрады екен. Митохондриялардың химиялық құрамына келетін болсақ, ақуыздардың 65-70%, липидтер 25-30% және нуклеин қышқылдары, яғни ДНК мен РНК-лар, витаминдер, тағы да басқа заттардан тұрады екен. Митохондрияның құрамына кіретін ақуыздардың көпшілігі тотығу процесін қамтамасыз ететін жаңа матриксінде және ішкі мембраналарында орналасқан ферменттер болып табылады. Жалпы митохондриялардың қызметі осы ферменттерге байланысты болып келеді екен. Митохондрияның биологиялық рөліне келетін болсақ, митохондрияда синтезделген АТФ молекуласы еркін жылжып цитоплазмаға, одан ядроға және әртүрлі органоидтарға өтеді. Сөйтіп, жаңағы биохимиялық реакцияларға жұмсалады екен. Митохондриялық ДНК-ның ішкі жарғақшаны құрайтын кейбір ақуыздары синтездейді. Ол ақуыз май, нуклеин қышқылдарынан басқа зат алмасуға белсенді қатысатын ферменттерден және А, С дәрумендерінен тұрады. Жас митохондриялар бұрынғы митохондриялардың бөлінуінен пайда болады. Жалпы митохондриялар барлық эукариотты организмдердің клеткасында болады. Негізгі клеткадағы атқаратын қызметі жаңағы клеткадағы күш қуаттың қоры, энергия станциясы, электр станциясы деп аталады. Клетканы АТФ синтезделген кездегі энергиямен клетканы қамтамасыз етіп отырады.